Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге құрамы қарапайым ғана заттан тұратын, үйде бар, оңай жасалатын печеньдің рецептісін көрсететін боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін оның үстіне жарты кесе қантымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл бізде 120 грамм қант жарты кесе болып шықты. Одан кейін үстіне 50 грамм сұйық майымызды құятын боламыз. 120 грамм бөлме температурасындағы майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде миксер бар болса, миксермен араластырсаңыздар, өздеріңізге өте оңай болады. Одан кейін үстіне қопсытқышымызды қосып, ұнымызбен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бірінші осылай вилканың көмегімен қою масса шыққанға дейін араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамырды илеп бастайтын боламыз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Менің каналымнан көптеген оңай рецепттерді көре аласыздар. Одан кейін қамырымызды илеп болғаннан кейін 15-20 минутқа холодильникке салып қойсаңыздар болады. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз майлары бір-біріне сіңіп, жақсы жайылатын болады. Печеньдің жасалуы өте оңай, жеген кезде жұмсақ болып шығады. Сондықтан да жасап көріңіздер. Сіздердің балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Орташа қалыңдықта жаямыз. Одан кейін үйде қандай форма бар, сол формамен қамырымызды бөліп алатын боламыз. Қамырымызды 180 градусқа 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Бетіне жағуға шоколадымызды дайындайтын боламыз. Печеньелеріміз дайын болды. Шоколадымызды үстіне сеуіп шығамыз. Бір ескертетін жайт, осындай арнайы пакетке салғаннан кейін ұшын жіңішке етіп кесіңіздер, қалың болып кесіліп кетпесін. Ол кезде сіздердің узорларыңыз, шоколадтарыңыз қалың болып жағылып, әдемі көрінбей қалатын болады. Барлығын печеньемізге жағып шығамыз. Одан кейін үстіне, егер сіздерде осындай үстіне қосуға осындай әсемдік үшін тәтті конфеттер болса, сепсеңіздер болады. Егер жоқ болса, жай шоколадтың өзімен батырып қойсаңыздар болады. Оңай шоколад қосылған печеньеміз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздердің балдарыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Ас болсын.